Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен WhatsApp арқылы қалай невидимный отыру кеткенін үйренеміз. Яғни сіздер скритно отырасыздар. Сіздің WhatsApp'та отырғаныңызды ешкім көрмейді сізден басқа. Өзіңіз кіріп шығып жүргеніңізді өзден басқа ешкім білмейді. Была деген, в общем, мүлдем көрінбейді. Весети дегендер болмайды. Ол үшін алдымен WhatsApp'қа кіреміз. Кәдімгі өзіміздің қарапайым WhatsApp. Мерде тұрған 3 точканы басамыз. 3 точкадан кейін мерде настройка деп тұр. Настройка дегенге кіреміз. Оның ішінен аккаунт деп тұр. Құлыптың суреті тұр. Міне бірінші болып тұр. Кілттің суреті тұр. Осын басамыз және ол жерде міне видимость персональных данных деп тұр. Осын ішінен міне был А деп тұр. Жақшаның ішінде А сөзі был, жақшаның ішінде А деп тұр. Осын басақ, бұл жерде міне все деп тұр. Өзіңіз таңдап аласыз. Егер тек қана сіздің контактыңыздағы тұрған адамдар көрсін, басқасы керек емес десеңіз, мой контакт деген басасыз. Егер жоқ, ешкім көрмесін десеңіз, никто дегенді басасыз. Никто болды. Осыдан кейін сіздің WhatsApp'та отырғаныңызды ешкім көрмейтін болады. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және комментарий жазыңыздар.